Трамп Үндістанға салынған тарифтерді екі еселендірді. Осыған қарағанда ресми Нью-Дели Ресейден мұнай сатып алуын тоқтатпаған секілді. 2 апта бұрын осылай болатын Трамп ескерткен еді. Бұған да көнбесе тіпті 100%-ға да қарыштатып жіберу ғажап емес. Оған қоса ақш президенті бүкіл әлемдегі Америкаға микрочип экспорттайтын елдерге 100%-ық тариф енгізіп отыр. Жартылай өткізгіштер мен чиптерге 100%-ық тариф енгізді. Бірақ өндірістерін біздің елге көшірсе толықтай алып тастаймын. Бірақ зауыт құрылысын бастаса да толыққанды жеңілдік жасаймын. Өйткені қарапайым америкалықтарға жұмыс орны ашылады. Бұндайды құптаймын. Трамп ақыры Путинмен кездесетін секілді. ақш президентінің айтуынша ресейлік әріптесі көпшілік талаптарға ақыры мойынсұнды. Бұл туралы Трамп өзінің ресми өкілі Стив Уиткофты Путин қабылдап болғаннан кейін мәлімдеді. Сонымен қатар Зеленскийді қосқанда 3 жақты кездесу болады. Өз кезегінде Украина президенті әркез дайын екендігін мәлімдеді. Бүгін менің өкілім Стив Уиткоф Путинмен жақсы келіссөздер жүргізді. Онымен келесі аптада кездесемін. Бірақ біз бір талабымыз барын ескерттік. Ол 3 жақты саммит. Бірақ дәл қазір адам өлімін, осы сұрапыл соғысты тоқтататындай келіссөз деңгейіне әлі жеткен жоқпыз. Жақын арада жете алатынымызға да сене қоймаймын. 2028 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының ұйымдастырылуында Трамп өз мойнына алды. 4 жылдықтың басты спорттық додасындағы қауіпсіздік пен өзге шараларды қамтитын жарлыққа бүгін ақш президенті қол қойды. Трамп 2029 жылға дейін тақта отыратынын ескерсек, басынан аяғына дейін өзі атсалысады.